Армысыздар қазақ елі, қайырлы күн. Бүгін 26 қаңтар. Бүгін мен тікелей эфирге шықтым. TikTokта қазақтың дүниетанымы, тәңірлік, дін діңгек туралы әңгіме айттым ол жерде. Күлтөбе, Шыңғысхан бабамыз туралы, біздің тарихымыз, мәдениетіміз туралы әңгіме айттым да. Соған мен эфирді жүргізіп отырғанда бір адам 10 рет, 15 рет телефон соқты. Соны эфир біткеннен кейін шықтым. Сөйтсе маған айтады, сіз дейді, сіз өздеріңіз қазір көресіздер өздеріңіз. Дейгі ақтап отырсыз, мен айттым, мен муфтияттың атынан шығып отырма деп ойладым. Жоқ дейді, мен ұйымдастырушымын дейді. Бұл неге сондай наглый көшеде жүрген адам маған біреуге эфиріне шығып 15 рет, егер серьезный ішкі саясаттан бір серьезный адамдар болса, түнде сағат 10:30 кезінде 15 рет адам телефон соқпайды, 20 рет телефон соқты да, мен бәрін ұйымдастырып беремін, бәрін жасап беремін дейді. Бұл нені қорқынышты білдіреді? Маған емес, мемлекетке бұл қорқыныш білдіріп отыр да. Өйткені мемлекет, религия мен мемлекет бөлек деген заң шығарғалы жатыр. Бұл заң енгенін болса, Конституцияда бізде медреселерді мемлекет қаржыландырмайтын болады. Осы заң енгелі жатыр. Ал енді мен өзім эфирға шығып ұлттық мәдениетті насихаттап отырсам, бұл кәдімгідей қоқан-лоққы жасап, енді ойлаңыз, бір адамға сіз 15-20 рет телефон соғу деген ол қарсы міндет. Түнгі сағат 10:30. Ол салмақты ішкі саясат, ішкі істер бөлімі болса, ондай адамдар күндіз соғады. Бұл нені білдіреді? Бұл бізде сол жұмыстан кеткен, терроризм үшін, экстремизм үшін шартты түрде сотталған Самат Әбіш секілді адамдардың, анау Қайрат Сатпалды секілді адамдардың, Карим Масимовтер болсын түрмеде жатқан, бұлардың әлі мемлекеттің билігінде ықпалы бар деген сөз. Бұл айтып тұр да, мен сізге любой телевидениеңізді алдыңызға әкеп беремін, ішкі істер министрлігінің адамдарын әкеп беремін, мен қолымда тұр дейді. Көшеде бір жүрген ұйымдастырушы, журналист адам, ондай билік оның қолында қайдан келіп тұр? Сіз журналистсіз, сіз ондай ұйымдастыра алмайсыз. Сізге ондай карт-бланш, ондай билікті кім беріп отыр? Президент кәне, президенттің қолында кәне ондай заң бар. Не болмаса, ең құрмағанда мәдениет министрлігі ондай әңгіме айта алады. Аида Балаева телефон соғып айта алады да. Аида Балаева бірақ маған сағат 10:30-да телефон соқпайды. Ол кісі күндіз өзінің секретарларын, соларына хатшыларына хабарластырып, солардан бірінші хабарлама жібереді, сосын сөйлеседі де. Бұлар уже ашық атақаға шығып тұр да. Мен Конституцияға қарсы шыға аламын дейді. Егер секталар сөйлеп жатса дейді. Секта болу үшін біріншіден біз религия болып тіркелуіміз керек. Екіншіден мен қазақтың тарихын, мәдениетін, дәстүрін айту үшін ешкімнен рұқсат сұрамаймын. Бұлар ашық түрде уже қорқытпаса да енді мен сөйте аламын, мен қолымда тұр дейді, бүкіл билік дейді. Сізге керек па ішкі істер министрлігінің адамын алып бара аламын дейді. Президент не болмаса министрдің деңгейіндегі көшеде жүрген адам әңгіме айтып тұр. Бұған мен Аида Балаева бұндай бұйрық берді деп ойламаймын. Бұған біздің қазіргі менің ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы Сағынбаев пен фамилиясын кешіріңіздер ұмытып тұрмын. Сол кісі мұндай бұйрық берді деп ойламаймын, или сол кісінің қол астындағылар. Бұған бұрынғы системада жүргендер, мына мемлекет, дін туралы, дін мемлекеттен бөлек деп заң енгізетін болса, бүкіл медреселердің бәрі ақшасыз қалады. Сондықтан бұлар уже ашық түрде шабуылға көшіп жатыр. Өйткені осыдан 3-4 жыл бұрын біз ақпарат министрлігінің адамдарымен кездестік қой, алдын ала хабарласады да. Бұл көшеде жүрген адам, көшеде жүрген адамдарға кәдімгідей бұрынғы ақшасы бар, потенциалы бар, дін арқылы мемлекетті басқарғысы келген, дін арқылы мемлекетті құлатқысы келіп, президент Тоқаевтың орнынан құлатқысы келген, сол бұрынғы ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары тұр деп ойлаймын. Әйтпесе мынандай әңгіме айта алмайды ол. Қазір видеоны көресіздер, мемлекетке шынында да мына діншілдер тарапынан үлкен қауіп төніп тұр екен. Егер бұл дін атынан сөйлеп тұрған адам, мен мемлекеттің ұлттық қауіпсіздік комитетінің, ішкі істер министрлігінің бәрінен жасап бере аламын деп отыр да. Бұл Конституцияның атынан сөйлеп тұрған жоқ. Дін атынан сөйлеп тұр да. Бұл нейтралитет болып, мен атеистпін деп тұрған жоқ, не деистпін деп тұрған жоқ, нейтралитет болып. Сондықтан ұлттық қауіпсіздік комитеті, мемлекеттің күш құрылымдары, Зайырлы деген адамдар, мына видеоны бөлсіңіздер, мемлекетімізге үлкен қауіп төнуі мүмкін мынандай адамдар тұрған кезде. Өйткені дінге байланысты, дін мемлекеттен бөлек деген заң қабылдағалы жатыр. Ал бас муфти қазір Америкаға кетіп қалып отыр. Бас муфти, жанында бір-екі имамы бар, Америкаға кетіп қалып отыр. Неге олар алдында қаңтар дүрбелеген кезде бас муфти Дубайда жүрді, ал агрессивті тұрды. Маған міне былай телефон соғып жатыр, түнгі сағат 10:30-да. Қазір Америкада жүр бас муфти. Бабаларымыздың аруағы орындап, тәңір жар болып, қазақ еліміз мәңгілік болып тұра берсін. Кім бұл соқты? Иә. Нұргүл ма бұл? Иә, Нұргүл. WhatsApp-тан шықсаңыз маған осы нәрсе. Біріншіден, сіз неге маған 10 рет телефон соғып тұрсыз? Мен видеода тікелей эфирде отырғанда. Жай ғана сөйлесейін деп. Не сөйлесеңіз, артынан соғуыңызға болады ғой. Мен сіздің құрдасыңыз емеспін. Запрос бердім, қабылдамаймын. Жоқ, мен запрос қабылдамаймын. Запрос қабылдамаймын. Сізді кездесуге шақырайын дедім мен. Мен кездесуге ешкіммен бармаймын. Жалпы кездесуге бармаймын. Мен не істейсіз, өз сеніміңізді жарнамалай бересіз. Жарнамалай беремін. Мен ол өзімнің правам, конституциялық правам. Мен ешкімнің, мен исламды насихаттамаймын, мен христиандықты насихаттамаймын. Өзіңіздің кәңгіршілігіңізді ақтай бересіз ба? Ақтай бер. Мен өзім білемін. Ол өзімнің правам, конституциялық. Претензияң бар ма? Сотқа бер.
халық керек маған, халықтың сенімі керек маған. Халықтың сенімі керек болса, сенен сұрамайды. Халық мемлекеттің конституциясы бар, кітабы бар. Түсінбедім. Сен халықтың сенімінің, а? Нұргүл ханым. Иә, тыңдап тұрмын. Мен сізге жақсы ұсыныс ұсынып жатырмын. Гонорарыңызды береміз, өзіңіз қалаған. И потом кездесу ұйымдастырамыз. Гонорардың қажеті жоқ маған. Сен конституцияға қарсы шыға алмайсың. Конституцияға сен қарсы шыға алмайсың. Әркім өз Мен сізді ұсына аламын конституцияға. қарсы шыға аласың ба? Сіз айтып отырған. Қарсы шыға аласың ба? Иә. Қарсы шығасың конституцияға. Конституция тарапынан сектаға, тәңіршілдік сектаға мен қарсы шыға аламын. Секта болмайды, өйткені біз дін ретінде тіркелмегенбіз. Біріншіден, мен домбыраны, қобызды, Дін ретінде тіркелмесеңіз, ол секта болып саналады. ол секта болып саналмайды. Секта деп дінді айтады. Масхабтың аудармасы секта. Ұқтың ба? Дін емес, сенімді айтады ол. Сенімді айтпайды. Сенім деп религияны айтады. Религияның аудармасы толковый словардан қара. Діншіл деп муфтияттың атына шығып тұрсыз ба дегенім ғой? Муфтият емес, мен муфтияттан бір адам ұсынамын мен сізге. Иә. Тәңіршіліктен бір адам ұсынамын, атеистіктен бір адам ұсынамын. Жоқ, именно неге маған түсіп тұрсыз? Еркек адамдарды шақырмай? Еркек адам тәңіршілігіме таппадым. Тоқтар абыз бар ғой? Тоқтар абыз? Иә? Тоқтар абызбен сіздің сөзіңіздің тура келмейтінін мен байқадым ғой. Жоқ, енді ол келмейді, ол келуі мүмкін емес қой. Әке шешемен баланың сөзі бірдей келмейді ғой. Сол байқаған, сізді байқағаныңыз емес. Мен не себепті мұндай тұра тұр? Не себепті? Кімді қанат дедің ғой, қанат бөрібай дедің ба? Иә. Мен не себепті ондай жерлерге барғым келмейтінін айтайын ба? Мен біріншіден әйел адаммын да, мен ішкі дүнием, ішкі мазмұным қазақы болғаннан кейін еркектердің ішіне барып сөйлеп отырғым келмейді. Бұл жерде факт керек, дәлел керек, тәңіршілікке ақтап алады. Иә, ақтап, маған қажет жоқ, ешкімге ақтамаймын да, ақталмаймын да. Тәңіршіліктегі біліміңіз плюс болып тұрса, мен сізді ұсынамын тәңіршілікке. Жоқ, онды ұсынып маған қажет жоқ, маған пабарабанды, біреудің ұсынғаны, ұсынбаған. Менің артымнан тіреп тұрған ата бабаларым аруағы бар, менің артымнан тіреп тұрған адамдар бар, тәңір тіреп тұрған. Сондықтан бауырым маған ондай предложение жасама. Егер мемлекеттік каналдар ұсынып, мемлекет атынан ішкі саясат шығатын болса, мен еркек азаматтарды ұсынам, солармен бірге барам. Нұргүл ханым, енді тыңдаңыз. Иә. Енді тыңдаңыз. Тыңдаймын. Менің ішкі саясаттан да адам бар. Ішкі саясаттан адам бар, и сыртқы саясаттан да адам бар. Иә. Сіз только маған ұсыныс жасаған кім, қандай компания маған айтыңызшы. Мен сізді көрейін. Қандай компания? Сізге пайдасы көріп жатқан адамдарды мен сізге дәлелдеп, түсінбедім. өзіңізге керекті сол сыртқы. Мен ешкімге еш нәрсені дәлелдемеймін, айналайын. Маған еш нәрсе керек жоқ. Егер претензияң бар ма? Маған бар ғой претензияң болып, сен конституция бойынша бұл адам дұрыс емес, менен рұқсат алу керек десең, сотқа бер, пожалуйста. А сотқа бер, иә. Нұргүл ханым. Иә, тыңдап тұрмын. Сіз Қазақстан халқына не ұсынып отырсыз? Не ұсынамын? Мен қазақтың тарихын, мәдениетін, дәстүрін айту үшін ешкімнен рұқсат сұрамаймын. Ал енді рұқсат сұрайды десең, рұқсат сұрамаймын. Рұқсат сұрамаймын. Өйткені заңда бұл бізде домбыраны, қобызды, шаңырақты, бүркітті айту үшін біреуден рұқсат, рухани мұра қорғалған бізде. 6-шы бап. Қорғалған. Маршалға әдемі әңгіме. Иә, қорғалған. Нұргүл ханым. Тыңдап тұрмын. Домбыраны, шаңырақты саған не айтсыз? Қайсын болсын, қобыз болсын, қыз болу болсын, алтыбақан болсын. Иә. Осы нәрсені керіске шығарған адамды маған дәлелдеп беріңізші. Кім қайсысы атын атап? Оны мен дәлелдеп бермеймін, оны өзіңіз де көріп отырсыз. Бүкіл имамдарды көріп отырсыз. Көріп отырсыз. Маған сізге дәлелдеп беру жоқ. Сіз маған никтосыз. Маған дәлелдеп сізге дәлелдеймін. Нұргүл ханым. Иә. Домбыраны, шаңырақты, қазақтың салт дәстүрін керіске шығарған адам қазір түрмеде отыр. Түрмеде отырған жоқ. Жүр әне. Жарқын кім еді анау? Нұрсұлтан отыр ғой. Қазақтың жалаңбас жүрген мұсылман қыздарды зорламаған енді кім зорлаймыз деген тайтаңдап жүр. Әке шешең жалаңбас жүр, хижап киме десе, сақал өсірме десе, әке шешеңе иди на деп айт деген Жарқын Мырзатай жүр. Олардың бәрі жүр. Ондай әңгіме айтпаңыз. Сіз оларға сөзіңіз өтпейді. Сіз никтосыз оларға. Ұқтыңыз ба? Тыңдап отырмын. Сіз келесіз, өзіңіздің білімді тәңіршілеріңізді айтып келесіз. Мен сіздің алдыңызға Нұрсұлтанмен жақындық қойып беремін. Керек болса, ішкі істер министрлігі дәл сол екі кісіні алып кетеді өзінің керек жағына. Жақсы. Осы мына сөзіңіздің бәрін мен видеофиксация жасап отырмын. Ертең елден сұрайын. Мына адам кім? Мына адам көшеден келген адам ба?
керек па сіз халықтың алдына шығыңыз алдыңа. Иә. Сөйтем, содан кейін барып сізді анықтап білем, содан кейін жауап берейін сізге. Нұргүл ханым, Тыңдап тұрмын. сіз активді залға келіңіз. Нені? Эстрада залына шетел бізде зал ше Қазақстанда. Қайдағы эстрада залы? Бүкіл қазақ жиналады дәл сол жерде. Жоқ, мен айтып тұрмын ғой. Мен егер хабар арнасы, КТК арнасы, официальный мындай ақиқат деген секілді программалар бар ғой. Сонда ұйымдастырса барам. Нұргүл ханым, Иә. мен сізге басында айттым ғой. Қазақстан, КТК, хабар, басқа да бүкіл дүниеде мен сіздің алдыңызға қойып. Жарайды. О, маған қоймай-ақ қой. Сен ондай сен Тоқаев емессің ғой, мен алдыма қойып беретін. Сен ана ұйымдастыр бір жерге, бір каналға. Конкретно канал шақырып жіберсін, каналдың өзіне шақырып жіберсін. Пожалуйста, барам. Жоқ, Нұргүл ханым. Иә. Сіз бастапта маған жазасыңызшы, мен сізге бүкіл данный жасаймын и документ жасаймын. Иә. Организация ұйымдастырушылар жеткілікті менде. Иә. Жоқ, сіз неге бұлай шығып отырсыз? Не себепті шығып отырсыз? Сізге не? Ішкі істер комитеті мындай тапсырма берді ма? Жоқ, Нұргүл ханым, мен ішкі істер комитеті тапсырма берді. Тәңіршілдік, атеистік, мұсылмандық ұйымды жинада ақиқатын ажыратып ал деді. Жарайды, онда ажыратып ал деп тапсырма берсе, сіз неге эфирде отырған адамға 100 рет телефон соғасыз? Нұргүл ханым, Иә, тыңдап отыр. ішкі істер министрлігінің адамында дәл сол жерде бір адам тұрады. Жоқ, сіз деймін да, жарайды, сіз серьезно ондай адам болсаңыз, ана жерге аузына келгеніңізді айтып жазып, эфир жүргізіп отырған адамға 10 рет адам телефон соқпайды. Сондықтан қанат бөрілбай дедің ба? Бірінші сені білейін, сосын хабарласам. Азғырып отырғанында сен заң бойынша дәлелдеп, арыз жаз. Болды, маған телефон соқпа. Арыз жаз. Нұргүл ханым.